Allah әпке. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Алланың қалауымен бүгін Құдай қаласа бір отбасына тағы да үймен, яғни баспанамен қуантқалы отырмыз. Жадыра әпкеміз 5 баласымен осындай қиынды жағдайға ұшырап қалған болатын. Өздеріңізге ол видеоны жариялаған болатынбыз. Иншалла, Алланың қалауымен сол баспанаға жеткілікті ақша жиналды. Алла қаласа үйді де сатып алып қойдық. Енді Алла қаласа біз бүгін Жадыра әпкемізді қазір кафеге шақырдық. Ол кісі білмейді әлі. Ол кісі білмейді. Біз тек қана ол кісіге тосын сый, яғни сюрприз жасағымыз келіп отыр. Алла қаласа осы жақта біз дайындалып алып жатырмыз, киімдерімізді киіп. Алла қаласа ол кісі келесі кабинкада отыр. Алла қаласа қазір сол жаққа барып, ештеңе айтпай, жалпы ол кісілермен әңгімелесе отырып, кейін тамақтың үстінде жалпы сюрпризді жасаймыз. Үйдің кілтін біз шәйнектің ішіне тығып қойдық. Жадыра әпкемізге Құдай қаласа бір бізге шай қойып беріңіз деп отырған кезде, жалпы енді шәйнектің ішін ашқан кезде сол үйдің кілтін көреді. Жалпы одан кейінгі реакцияны, одан кейінгі жағдайды бізбен бірге тамашалаңыздар. Ал бисмилля, онда қайреке бастайық. Жұлдыз әпкеміздің ана жақта болар қайықпыз. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуху. Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Батыржан. Омар деген Батыр. Ассалаумағалейкум. Әпке, бір пиала шай ішейік. Бір пиала шай қойып берсеңіз, иншалла. Кез келеді келеді. Жоқ? Шай енді келеді. Ішінде бар шай көрсеңізші. Көрсеңізші, ашып көрсеңізші. Ішінде шай жоқ қой не? Allah. Сіздің үйіңізге барып жегісі деп отырмыз, Құдай қаласа. Бұл сіздің үйіңіз, әпке. Бұл сіздің үйіңіздің кілті. Аллаху акбар. Аллаху акбар, әпке. Ал, мінеке. Алтын. Мынау Құдай қаласа үйдің кілті, 12-ші баспананың кілті сіздерге. Енді. Бұл біздің мейірім бағы қорының бүгінгі ұйымдастырып жатқан осы 12-ші баспанасы, яғни сіздерге беріп жатқан үй. Жаңа біз айтып жатырмыз, мына шашлыкты жинап алайық деп, бұл шашлыкты Алла қаласа біз сіздің үйіңізге барып жегісі деп жатырмыз. Алла разы болсын. Маған күн қолын созғандар несібесін арттыра гөр. Ал онда Алла қаласа уақытты жоғалтпай, Құдай қаласа Жадыра әпкеміздің үйіне қазір барайық, үйді көреміз. Иншалла әпкемізді бала шағасын сол үйге кіргізейік. Одан кейінгі жағдайды сол жақтан тамашалайтын боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Бисмилля. Онда жүріңіздер. Омар, сен өз үйіңе келіп жатсың дедің ба? Мына сенің үйің Құдай қаласа. Қазір сенің үйіңе кіреміз, сенің қонағыңа барамыз. Сол жерде ойнайсың, Құдай қаласа. ерекше мейірімді Аллахтан қылмасам, күллі әлемді жаратқан жалғыз жаппар иемізге сан-сан алғыс мақтаулар марапаттар болсын. Құрметті қазақ елі, ең әуелі Аллахтың қалауымен, одан кейін осыны көріп отқан сіздің себепкерлігіңізбен Жадыра әпкемізге осындай бір баспананы сыйлап отырмыз. Оны әрине ең бірінші Аллах Тағала, одан кейін сіздердің арқаларыңызда.
құрметті достар, егер де біздің қайырымдылық қорымызға, мейірімға қайырымдылыққа өзіңіздің көмегіңізді бере білсеңіздер, біздің жүрегіміз де ашық, есігіміз де ашық, кәсіби болсымыз ашық деп қояйын да, иншалла. Баршаңызға Алла разы болсын. Иншалла осындай бір қуанышты күндер кездесе берейік. Баршаңызға Алла разы болсын. Қуанышты күндеріңіз көп болсын ағайындар. Баршаңызға Алла риза болсын.